жігіттер. Келесі енді бізде экзотик, фри масай. Адам әртүрлі өз дәмдері бар. Светофорға ұқсайды. Қызыл, жасыл, сары дейді. Иә. Ну, светофор. Давайте. Светофор. Дәмін ашып Қызылдан баста? Қызылдан бастаған примета плохая. Жасылдан бастайық та. Давай. Жолымыз ашық болсын да, тормозить ете бермей. Дәмі бар ғой, тура сол. Қандай тура? Дәмі деппін ғой, иісі. Алдындағы Red Bull. Ал кеттік. Түсі да Red Bull. Түсі сыраның түсіне ұқсайды екен. Сұрайды тұр, басында дейді тұр. Пиво. Фури Bull дейді. Фурия. Фурия деген не деген? Фурия деген қызыл цвет деген ғой. Түстің мағынасы ғой, фурия. Красная фурия. Красная фурия. Испанцы. Сайжан? Ал, көрінді. Рахмет, дәм шақырғанына көрейік дәм. Да. Ішпеймін. Түрінен көріп тұр. Мен түріне қарағанның өзінде шошып тұрмын. Бағасын шына? Дешевка ғой анау. Бағаларын бәрін описание астына жазып кетесің. Так, жасыл жолымыз ашық болсын дейсің ба? Что-то жолын ашық, бірақ ауыр болатын сияқты тұр ғой наны ішкенде. Ішпей ақ қойсаңдаршы, негізінде. Негізі ішпеген жөн бұны. Дәмін көру керек, просто дәмін ішкене қойда бұл. Халықты пропагандировать етіп жатқан жоқ. Алдын ала білу үшін немене арақ ішкендей соншама. Бұл, бейді өзі. Жасыл онша емес екен. Жасыл онша емес, честно, бағасы да Сразу. Өзі да онша емес сияқты. Жарайды, келесін көрейік онда. Сағаным. Сәжан, түртсе салшы, өтініш. Ана неге төге сал? Жуындыға. Тұрған жуынды. Аштым. Кеттік ал. Сары кетті ма? Мынау не мынау? Бозды ғой, бозды. Мынау явно ашып кеткен. Сыры өтіп кеткен жоқ. Мынау явно ашып, бозданып, сыры өтіп кеткен мынау. Әкет. Фу, бля, ана иісіне. Тропик қой. Тропический. Жоқ, иісіне әңгіме жоқ. Иісі тропический кәдімгі ана бағана. Реалитетінде біздің соғымен соның үстіне төгілді да, соның иісі шықты ма бірге смеске. Үстелдің иісін шығар жерде дейсің. Ағашты иісі шықты ма? Ағашта өз шықпасын. Қайда, үстіме төгілмеді? Неге үстіме төгілмеді? Сағатың аман ба? Сағат вода не проницаемый ғой. А вдруг? Че, давай мен Рахмет. Күштен. Что-то боздандырып жібердім, қоздырып жібердім. Так, мынау ашып кеткен явно. Бір түрлі екен. Кішкене құямын, короче. Пару капель. Иә, көп құймашы. Давай, давай. Жоқ, көбірек құйған кезде мен жаңа ғана несі көрінеді да, муть. Мутный екен, бірақ или өзі сондай. Ақшылдау жаңағыға қарағанда. Жоқ, короче, не сияқты ма? Ну, сары десе сары. Фанта сияқты ма? Жасыл десе Дәмі де жасыл. фанта сияқты ғой, иісінен бектен. Басындағы Red Bull бар ғой, сары. Соның иісіндей. Ойбай. Бля, ну почему? Мынау ашып кеткен. Да. Короче, мынаны. Мынау ашып кеткен. Срок. До 23-го дейді. До 23 қайда ашып кеткен? Дәмі, көрсейші дәмін өзін. Сапасы жоқ та, просто не оны. Сайжан көп ішпе. Мынау бұзылған. Төгіп тастай қойшы менікі. Не, мынау, короче, мынаны я не советую. Масай, ажағына кетсай. Қай жақтікі өзі? Білмеймін мынау. Онша болып отқан жоқ қой өзі. Бұл шетелден келген ғой. Египеттік емес қой өзі. Алкогольсіз сусын дейді. Пенза, Москва, Россия. Против ничего не имею, но стоит ли пробовать третье? Пробуй, надо. Сол үшін келдік қой, бәрін көргіңіз ба? Хорошо, пробуем. Просто немного вкус меня смущает, почему-то, или у меня уже во рту все смешалось. Дәмі. О, мына бір жаңа кола деген атқан ба сен? Мынаны ішкенше кола іше салған артық, мне кажется. Потому что я просто не понимаю вкусового смысла в энергетическом напитке. Типа, если сенің мемлекетінде кола запрет болса, сен маған мынандай іштеген сияқты, не үшін кола? Егер мен мемлекетінде кола
сол запрещенный болса, Мынау да тоң. invite плюс, юпи. Қазір бар ондай ба? Ішті қой, бар, негізі. Қазір барлық нәрсе бар. Чо, коласын көріп. Мынау UFC кола деген бар емес, казахстанская кола бе? Содан да хуже ғой мынау. Юпи ғой мынау. Содан да хуже ғой мынау. Ребята, это не вариант. Это вообще пить нельзя. Вообще не рекомендую вот это. Оқып құрамын қандай өзі немене Бұл екен? құрамын оқығанда біріншіден көзім жетпеді. Екіншіден, Мелкий жазылған. иә, бұлар өзі специально, они такие пишут, наверное. Еще сверху наклейкамен жабыстырылған міне. Наклейка жабыстырылған. Ол еще өшікпаған. Бәрінде сондай ма? Жоқ, өшіп қалғанда наклейка жабыстырылған себебі, потому что перевод на казахский язык. Жоқ, түсініктім, бірақ мелкий өшіп қалғанда наз құрамында. Официальных представителей в Казахстане нет. Прямые поставки от производителя. Сондықтан біздікілер жаңағы алып келетін адамдар вынуждены жаңағы переводын өздері жасап, сыртына жабыстырып отыр ғой, көрдің ба? Сол. Наны бар ғой, вообще алмаңдар. Негізінде қолдамадым. Черепі бар мен. Білмеймін, бағасы қанша, короче. Бәрін описание астына жазамын. Мынау 150 теңге болса 200. Жоқ, энергетик точно 500-ден кем тұрмайды. 350 теңгеден кем тұрмайды. Ең арзан Ресейде ең арзан энергетик мен білуім бойынша где-то 35 рубльдан басталады. 30 рубльдан. 30 рубльін калькуляторға салшы. 5-те 6-ға көбейткен жағдайда қанша болады? 30-ды 180, 200 теңге. Бұл енді бізде 200 теңге тұрмайтын шығар. Так, мен завершать қылам кішкене мынаның дәмімен. Жоқ, мынаны вообще алмайды. Түкіріп таста. Сатып алмаңыздар. Сайрам, мен бір нәрсе сұрайын деймін, сендер алкогольный напитоктарды мындай істемейсіңдер ма? Істейміз. Істейтін болсаңдар шақырыңдар обязательно бірінші очередьте. Қатты желание болса. Телеграм каналға алкогольдерді түсіретін боламыз. Пиво бола ма, қымбат нелер. Если, конечно, мани. Қатты желание болса істейміз оны. Иә, телеграм каналға.